Бірінші классқа келетін балалардың көбі сақау болып келеді. Яғни толық сөйлей алмайды бала. Мысалы, жаңағы мультфильмді ағылшын тілінде, орыс тілінде, қазақ тілінде талғамай қоя береді. Сөйлей алмайтын жағдайға келіп жатыр. Енді қазақ мәдениеті бойынша әкесі қызбен енді көпшіліктің алдында ұзату үстінде жаңа өзіңіз айтқандай жабысып билеу өте бір өрескел қылық. Әке қызына маңдайынан ғана сүйген. Әлеуметтік желінің жаман жері кейбір ол отбасындағы нәрсені бүкіл әлем көретін жағдайға келді. Оға ауыз сөз сөйлеп, әлеуметтік ортаға бір жағымсыз әсер қалдырған кейбір жаңа контент өндірушілерді, блогерлерді заңды жауапкершілікке тартты. Сәукелені киіп алып, жартылай жалаңаш болып билейтін, немесе қамшыны ұстап алып, манай қылықтар жасайтын, шапанымыз деген секілді ұлттық киімдерімізді келеке жасайтын анайы қылықтардан шектеу керек деп ойлаймын. Мысалы, жапон халқы өзінің кимоносын, жаңағы прозрачный кимоно кимейді ғой, мысалы, олар кәдімгідей жаңағы әдемі кимоносын киіп жүреді. Адам жинау үшін бәріне баратын болды. Армысыз қымбатты көрермен, бұл ақшамдағы әңгіме. Біз осы ақшамның қонақжай алаңында төл тарихымыздың, ұлттық құндылықтарымыздың төңірегінде және әлеуметті алаңдатқан әртүрлі тақырыптар төңірегінде қоғам өкілдерімен, әр саланың мамандарымен, әсіресе айтары бар азаматтармен кездесіп пікірлесеміз. Бүгін біз сұхбатта дизайнер, ұлттық киім өндірісі саласында ұзақ жыл еңбек еткен, әрі осы салада өзінің төл брендін қалыптастырған Еркенұр сән компаниясының негізін қалаушы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, Алматы қаласы мәслихатының бұрынғы депутаты, көпке үлгілі қадірлі апайымыз Фарида Мерхаметқызымен кездесіп отырмыз. Апай, көргенімізге қуаныштымыз. Енді біз осыдан бұрында осы отбасы тәрбиесі, бала тәрбиесі, әсіресе отбасыдағы ананың рөлі тақырыбында сізбен де ауқымды сұхбаттасқан болатынбыз. Сұхбатымыздың алдында енді сол бір жазбаша сұхбаттағы айтылған соны ойларды тіпті де кең аудиторияға жеткізсек дейміз. Әуелі осы сұхбатқа келісім бергеніңізге, алтын уақытыңызды бөлгеніңіз үшін көптен көп алғыс білдіреміз. Енді бірінші сұрақ мынадан бастағым келіп отыр. Қазір енді әлеуметтік желінің дамуы бір жаңа бір леп алып келді, үлкен өзгерістерді алып келді. Соған қоса енді отбасы құндылығы, бала тәрбиесінде бір кейбір қиыншылықтарды да қоса алып келген секілді. Сізше осы жасөспірімдер үшін, бала тәрбиесі үшін осы әлеуметтік желінің ең қауіпті тұсы қайсы? Және біз осы Австралиядағыдай 16 жасқа дейінгі балаларды әлеуметтік желі қолданудан шектейтін заң қабылдасақ, қолдайтын ба едіңіз? Осыдан бастасақ. Әлеуметтік желіден Австралиядағыдай әлеуметтік желіні балаларға, 16 жасқа дейінгі балаларға пайдалануды шектеуді қолдаймын. Себебі әлеуметтік желінің балаларға беретін пайдасынан зияны көп болып жатыр. Әсіресе балалардың миының дамуына өте үлкен әсер етіп жатыр. Қазір бірінші классқа келетін балалардың көбі сақау болып келеді. Яғни толық сөйлей алмайды бала. Бірінші классқа келетін бала тақпақ айтып, тақылдап, ән айтып отыратын балалардың орнына қазір сөйлей алмайтын балалар көбейіп кетті. Оның себебі сол әлеуметтік желіде. Жас ата-аналар өзінің қолайлығы үшін, немесе әлеуметтік желіден балалар көп нәрсені үйренеді деп, балаға кішкене кезден әлеуметтік желіні пайдалануды қолданады. Мысалы, жаңағы мультфильмді ағылшын тілінде, орыс тілінде, қазақ тілінде талғамай қоя береді. Содан баланың тілі шұбарланып, біресе мамасын мәми деп, әкесін дәди деп, біресе орысша айтып, біресе қазақша айтып, тілі баланың не айтарын білмей, баланың сөздік қоры өте аз. Содан бала көпке дейін тартынып, толық сөйлей алмайтынына ұялып, бала сөйлей алмайтын жағдайға келіп жатыр. Былайша айтқанда балалардың мысалы
тілдік жүйесінің қалыптасуына кері әсерін нетіп жатыр? Әрине, баланың тілінің қалыптасуы, мысалы 3 жасқа дейінгі бала кәдімгідей сөйлеп, тілі шығатын кезде тілі шыға алмай жатыр. Себебі қай тілде сөйлейтінін білмейді бала. Не істерін білмейді. Бала тіпті тамақ ішетін болса, баланы алдап телефонды алдына қойып, мультфильмді қойдыра салады. Ол балаға керек па, керек емес па, баланың денсаулығына, көңіл күйіне, рухани дүниесіне керек па, оған ата-анасы бала жыламаса болды. Енді әлеуметтік желімен бірге кейде жұртымызда жоқ бір жат әдеттер де тарайды. Әсіресе бізде мысалы тойдағы бір дарақы қылықтар, жағымсыз әрекеттер желімен бірге желдей тарап кетеді. Соның ішінде мысалы енді әкесін, шешесін сыйлағанның жөні сөген деп, кейде бір асырасыл деп төбесіне көтеріп таққа отырғызып алып әкеп, ол кей кезде үлкен кісілер жаңағыдай құлап жығылып сөйтіп жататын бір әрекеттер. Соларды бір былайша айтқанда қазіргі заман тілімен айтқанда бір тренд, жаңалық етіп алдық та. Сонымен бізге енді өзіңіз жақсы білесіз, мына қазақтың өзінің сый-сияпат өзінің жосыны бар, жолы бар. Мысалы сыйлайтын, ізетті, өзінің құрмет тұтқан адамына шапан жауып сыйлап жатады. Ал енді мысалы былтырма жыл соңында бір тойда жаңа қойға шапан апарып жауып, былай енді халықтың қатты ызасын тудырды, дегенмен оны бір мақтан көріп жасап жатыр. Сол секілді әрекеттер өте көп. Жаңағындай бұрын бізде жоқ, мысалы жаңағындай халқымыздың енді дәстүрінде мысалы ұзатуға әкесі қызын үйтіп қолтықтап алып шықпайды. Мысалы батыстан көресіз киноларда, әкесі қолтықтап әкеліп қызын жаңа күйеу баласына беріп жатады. Соны біз енді өзімізге қабылдай бастаған сияқтымыз. Тіпті ұзатуда әкесі қызымен жабысып билеп, жаңағы сөйтіп сонда ол да бір трендке айланып бара жатқан сияқты. Бұл былайша айтқанда бір қарағанда елеусіз, әшейін бір тойда болатын, кейін жалғаспайтындай көрінеді, бірақ үстіп біздің бір құнды дәстүрлерімізге ақырында бір балта шауып жатқан сияқты. Осы той мәдениетін қалай біз түзесек болады? Не айтасыз бұл тойдағы осы дарақылыққа? Енді қазақ мәдениеті бойынша әкесі қызбен енді көпшіліктің алдында ұзату үстінде жаңа өзіңіз айтқандай жабысып билеу өте бір өрескел қылық. Әке қызына маңдайынан ғана сүйген, ақ батасын берген, жанында тұрып. Ал енді ондай жабысып билеп, қолтықтап жасау деген қазақы мәдениетке жатпайды. Тіпті әлеуметтік желіде келін болып түскен келіннің қызының жаңағы көргенде жылап, әлеуметтік желіге менің қызым жат жерде чай құйып жүрген көргенде жүрегім ауырды деген секілді сондай сөздер тарап, сонда біздің қазақы өзіміздің дәстүрімізді жаңағы өзіміз келек етіп бір жаман нәрсе ретінде қарап, қызымыз сонда жаңағы қыз баланың ұзатылуы, келін түсіруі ол қазақы дәстүріміз емес па? Соны ұлықтағанның орнына оны бір жаман нәрсе реті көрініп, жаман нәрсе, дарақы нәрсе көбейіп кетті. Әлеуметтік желінің жаман жері кейбір ол отбасындағы нәрсені бүкіл әлем көретін жағдайға келді. Сондықтан мынау үлкен тойларда қазақы дәстүрлерді сақтаған дұрыс. Енді өзіңіз жеке жерде қызыңызды жақсы көрсеңіз, ешкім жаңағы сөгеттік айтпайды, бірақ желіге жұрт алдында сондай өрескел қылық жасау сіз басқалар үшін өте бір үлкен анайы қылық болып есептеліп жатыр қазір. Осы біз ұлттық тәрбиені, сосын жаңа дәстүрлі құндылықтарымызды дәріптеуді қоғам болып, мемлекет болып қолға алып жатқан сияқтымыз. Енді мемлекетте қазір мысалы президенттің жаңағы адал адам, жаңа заң мен тәртіп секілді жаңа қағидаттарының өзі, мысалы әділетті Қазақстан құру бағытындағы, осының өзі жаңағы барлығында, мысалы әрбір жолдауларында, мәлімдемелерінде президент жаңағы ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу, жат құндылықтарға жол бермеу дегенді ашық айтып келе жатыр да. Былайша айтқанда мемлекет тарапынан да бұған қолдау бар. Ал енді көзқарақты қоғам өкілдері де осы ұлттық тәрбиені, төл құндылықтарымызды дәріптеуді көп жағдайда қолдайды, дәріптейді, айтады.
бірақ бәрібір жаңағындай жат бір құндылықтар, жат бір жағымсыз әрекеттер сыналап арасынан кіріп кетеді. Сонда біз неден ұтылып жатқан секілдіміз? Соның себебі не? Біз осыншама құлшынып жатқан кезде осы сыналап біздің қоғамға осындай бір жат әрекеттердің кіріп кетуі. Енді сыналап кіріп атқаны ол қазір тіпті есіктен кіріп төрге де кетіп бара жатыр. Қазақы өзіміздің ұлттық болмысымызды анау жаңағы неден көруге болады? Мынау перзентхана дейміз ғой, келіндеріміз, қыздарымыздың жаңағы босанатын жерінен бастап біздің қазір әлеуметтік желі бір тәрбиелесе, жаңағы біздің дәрігерлеріміз, бұрында біздің дәрігерлеріміз болған қазақы тәрбиенің бәрін жоққа шығарып, қазақтың баласы жаңағы маймен сылап, бір күн маймен 40-на дейін, бір күн тұзбен жууды, оның бәрі қате, үйтуге болмайды, бесікке салуға болмайды деп өзіміздің ұлттық құндылықтарымыздың бәрін тәрк етіп, әлеуметтік желіде немесе қазіргі заманның жаңағы дәрігерлердің, әлеуметтік желі тәрбиелеген дәрігерлердің айтқанына сеніп, біздің ұлттық дәстүрлердің бәрін сақтамайтын жағдай әзір өте ауыр. Екінің бірі беске бөлеймін десе, мысалы қорқат, беске бөлесе жаңағы енді біздің немереміз деп айтайық, ал балаларымыз содан қорқат. Біз баланы зиянға тартқызып, оның миын шайқап, балаға жамандық істейді дегенде өзімізден жаңағы қорқыныш пайда болып, соның бәрі осы әлеуметтік желінің біздің ұлттық тәрбиеміздің, ұлттық құндылықтымызды сақтамай, қазіргі алып қашпа әртүрлі нәрселердің тәрбиелеп атқаны өте ауыр жағдайда қазір біздің қоғамымызда. Осы келеке ету, өзінің төл құндылығын тәрк ету, және оны бір ескіден қалған бір сарын, ескілік, ескінің көзі деп сондай бір қарайтын. Керісінше жаттың бір жылтырағын жаңағындай құмар болып қалатын. Бұл бір не десек бұл ұлттық бұл әлсіздігіміз бе, әлде бір тек қана сол тәрбиеге ғана байланысты ма? Тәрбиеден кетіп жатқан қателік пе? Енді осының бәрі тәрбиеден де емес, осы әлеуметтік желі көп тәрбиелеп жатыр адамдарды, жастарымызды. Мысалы өзімізде сол жаңағы ата-ана болдық, жас болдық. Біздің үлкендер нені айтты, соны істедік. Мысалы өзімнің балаларым жөнінен алғанда, мысалы жаңағы толғаннан кейін 40-на дейін жаңағы мен айтқандай маймен сылап, тұзбен жуып сөйткенде осы күнге дейін бір ретте ауырған баланы көрмедік. Ал тербеткенде тіпті мен өзім бір жастан асқан, 1,5 жасқа дейін бесікке жатқан екен. Бесіктен тұрғанда сөйлеп тұрады екенмін. Қазір бесік дегеннен ала қашып қорқады. Соның барлығы ұлттық тәрбиенің жаңағы ескінің нәрсесі екен. Бір жаңа әлемдік деңгейде бала тәрбиелейміз деген ойға келіп қалғанда, әлемдік деңгейдің не екенінің өлшемі жоқ. Ол қайсы деңгейде? Еуропалық өлшем ба, басқа өлшем ба, өзі де білмейді. Тек қана озық нәрсені ғана қабылдаймыз деген балаларымыздың санасында сондай ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу әлде де жетіспей жатыр. Сондықтан бұны ұлттық тәрбиені өзі бір мектеп жасап, осыны баланың туылғаннан өскенге дейінгі аралықты қай тәрбиелерден, қай дәстүрлерден өту керектігін жүйелеп айту керек шығар деп ойлаймын. Енді осы жаңағы жерде тағы да айта кету керек. Мысалы, кейбір енді сарапшылардың пікірінше, мәселен әлеуметтік желіден іздемей, жастардың өзінің жаңа тәрбиесімен, сосын медиа сауаттылық, сол тұрғыдан қарастыру керек деген сияқты көзқарас бар. Енді әрине бұл жерде енді отбасы, мектеп, мемлекет, қоғамның жауапкершілігі қандай? Мысалы, жалпы мысалы әркім өзінде баласын ғана тәрбиелеп отырсын ба, әлде әркімнің қоғамдағы кездескен жасқа тәрбие беруге, оларға жөнін түсіндіруге жауапкершілігі бар деп ойлайсыз ба? Қазір бізде жақсы дәстүрлер қалыптасып жатыр. Мысалы, жаңағы балабақшада, мысалы біздің жаңағы жеті атасын білу, жаңағы ет жаңағы қойғанда мүшелеу деген секілді балаға түсіндіреді. Мысалы,
Сол секілді өмірлік тәжірибенің барлығын сол ақырындап балабақшада, мектепте, әрине үйде бірінші, үй тәрбиесі, ата-ананың тәрбиесі, бала тәрбиесінде 80% тұрады екен. 20% қана сыртқы тәрбие. Мектеп, балабақша, университет, қоғам 20% қана тұрады. Сонда 80% тәрбиені үйде алу үшін ата-ананың өзі осы қазақы тәрбиемен тәрбиеленсе, сол балаларымыз дұрыс болады деп ойлаймын. Жақында көрдіңіз, Ішкі істер министрлігі осы әлеуметтік желідегі дарақылықты, жөнсіз істерді жаңағыдай боғауыз сөз сөйлеп, әлеуметтік ортаға бір жағымсыз әсер қалдырған кейбір жаңағы контент өндірушілерді, блогерлерді заңды жауапкершілікке тартты. Оның ішінде де әрине жаңағыдай әдепсіз сөз сөйлегендері бар, әдепсіз қылық жасағандары бар. Солар секілді тағы қандай істер бар осы заңды жауапкершілікке тарту арқылы қоғамға дұрыс тәрбие беретін сіздің ойыңызша? Енді әлеуметтік желіде ұлттық құндылықтарға жат қылықтар көптеп кездесіп жатыр. Мысалы, сәукелені киіп алып, жартылай жалаңаш болып билейтін, немесе қамшыны ұстап алып, манай қылықтар жасайтын, өзіміздің ұлттық құндылығымыздағы киелі деп қараған шаңырағымыз, қамшымыз, домбырамыз, сәукелеміз, осындай қазақтың ұлттық нәрселерін, шапанымыз деген секілді ұлттық киімдерімізді келеке жасайтын анайы қылықтардан шектеу керек деп ойлаймын. Бұларды заңды жауапкершілікке тарту керек. Мысалы, жапон халқы өзінің кимоносын жаңағы прозрачный кимоно кимейді ғой. Мысалы, олар кәдімгідей жаңағы әдемі кимоносын киіп жүреді. Ал енді бірде-бір контент көрмеппін, жаңағы кимононың формасында жалаңаш жүрген жапондықты контент түсірген. Бізде оған қарамайтын болдық қой. Жаңағы адам жинау үшін бәріне баратын болды. Соның барлығын ұлттық құндылықты сақтау керек. Біз қазақтың өзінің ұлттық дәстүрін, ұлттық құндылығын сақтау әрбір қазақтың борышы деп айтамын. Біздің қазақтың тәрбиесі ең керемет тәрбие. Озық тәрбие деп айтуға болады. Қазақы тәрбиемен, қазақы философиямен өскен бала ешқашан жаман болмайды. Ал енді ол тәрбиені анау Еуропаның патшалық жаңағы ақсүйектерінде ғана көрінетін тәрбиені қазақтың әрбір отбасында болған. Мысалы, үлкенге құрмет жасау, сәлем салу, жаңағы патшалық Еуропадарда соны көріп жатамыз. Сарайда бір-біріне сәлем салып жатқандарды. Ал ол қазақтың күнделікті отбасында болған нәрсе. Қазақтың өзінің тәрбиесімен өссек, біз ешқашанда басқа ешкімнен кем болмайтын халықпыз. Сондықтан ұлттық құндылығымызды, ұлттық тәрбиемізді мемлекеттік деңгейде осы ұлттық тәрбиенің қандай адам баласына, баланың тәрбиесіне, отбасының тәрбиесіне байланысты ұлттық құндылықтарымызды насихаттайтын бір каналдар болса деп ойлаймын. Жақсы, рахмет апай. Сұхбатқа берген келіскеніңізге және уақыт бөлгеніңізге көптен көп алғыс айтамыз. Осымен құрметті көрермен, ақшамдағы әңгіменің соңына шықтық. Біз ұлттық құндылықтар, төл тарихымыз туралы әлі де қоғамға айтары бар азаматтармен тілдесеміз. Бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, Еркөнір сән компаниясының негізін қалаушы және Алматы мәслихатының бұрынғы депутаты қадірлі апайымыз Фарида Мерхаметқызы болды.